Қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін біз 125-ші сабақтан жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмін қолданып есептер шығаратын боламыз. Бұл сабақ бекіту сабағы болғандықтан біз кейбір есептерге көп тоқтала қоймаймыз. Себебі оларға ұқсас есептерді біз алдыңғы сабақтарда шығарып жүрген болатынбыз. Олар бізге жеңіл. Сондықтан тек қана шешімі ауырлау деген есептерге ғана тоқталамыз. Үшінші есепте өрнектер құрастырып жазамыз және олардың мәнін табамыз. Бізде осындай өрнектер шықты, енді мәндерін табайық. 202 мен 4-тің көбейтіндісі 808, оны 2-ке бөлсек 404-ке тең. Мына жерде жақшаның іші орындалады. Ол жерде 750, 162-ке бөлсек 80, екеуін қосқанда 830 шығады. 770-ті 10-ға бөлсек 77-ге тең, одан 7-ні азайтқан кезде 70 қалады. 500 бен 65-тің айырмасы 435. Оны 5-ке бөлсек 87-ге тең болады екен. Мына жерде жақшаның ішінен 670, 670-тен 125 азайтсақ 545 қалады. Төртінші есеп. Дүкенде аудио кітаптар жазылған 90 диск пен балалар әндері жазылған 65 диск 5 сөреге тең бөліп қойылды. Әр сөреге неше дискіден қойылды? Есептің сұрағына жауап беру үшін әуелі біз аудио кітаптар мен балалар әндерін қосамыз. Сосын оны өз айтып тұр. 5 сөреге теңдей бөліп қойды деп. Сосын 5-ке бөлеміз. 90 мен 60-тың қосындысын 5-ке бөлеміз. Жақшаның ішінен 155 шығады. 155-ті 5-ке бөлсек 31-ге тең. Демек, әр сөреге 31 диск қойылған. Дүкенде 3 сөренің әр қайсына балалар фильмдері жазылған 16 диск және 3 сөренің әр қайсына аудио кітаптар жазылған 14 диск қойылды. Сөрелерде барлығы қанша диск бар? Бұл жерде барлығын табу үшін балалар фильмі мен аудио кітаптардың санын қосуымыз керек. Ал оны қосу үшін әуелі мына екеуін көбейтеміз, сосын мына екеуін көбейтеміз, сосын қосамыз. Енді бұл жерде ескеретін жағдай, екеуі де 3 сөреге қойылған. Сондықтан біз бірінші 16 мен 14-ті қосып, одан кейін оны 3-ке көбейтсек болады. Он 16 мен 14-тің қосындысы 30-ға тең, 13-ке көбейтеміз. Сонда бізде 90 диск шығады. Барлығы 90 диск. 6. Фигураның боялған бөлігінің ауданын тап. Мына суретте боялған бөлік тік бұрышты үш бұрыш. Ал тік бұрышты үш бұрыштың ауданын табуды біз білеміз. Ол үшін тік төрт бұрыштың ауданын тауып, оны 2-ке бөлеміз. Өйткені үш бұрышымыз осы тік төрт бұрышты жартысына тең. Жартысы деген 2-ке бөлу. Келесі фигурада шаршы берілген, шаршының қабырғасы белгілі. Ал оның ішінде кіші шаршы сол қабырғаның тең жартысына тең. Демек, біз кіші шаршының ауданын тауып аламыз да, оны 2-ке көбейтеміз. Шаршының қабырғасының тең жартысы 3 сантиметрге тең. Кіші шаршының бір қабырғасы 3 сантиметр болса, оның ауданы 9 сантиметр квадратқа тең болады. 9-ды тағы біреу болғандықтан 2-ке көбейтсек, 18 сантиметр квадратқа тең. Енді осыларды өрнек түрінде жазып көрейік. Жақшаның ішіндегі ол біздің тік төрт бұрышымыздың ауданы ол 54-ке тең. 54-ті 2-ке бөлеміз, сонда біздің үш бұрышымыздың ауданы шығады. Ол 27 сантиметр квадратқа тең. Кіші шаршының ауданын табамыз. Ол үшін үлкен шаршының қабырғасы 6 сантиметр еді. Оны тең 2-ке бөлеміз, тең жартысын табамыз. Сонда кіші шаршымыздың
қабырғасы 3 сантиметрге тең болады. Енді оның ауданын табайық. Шаршының ауданын табу үшін бір қабырғасын өз-өзіне көбейтеміз. Сонда оның ауданы 9 сантиметр квадрат шығады. Ал бізде осындайдан екеу бар. Сондықтан 9 сантиметр квадратты 2-ке көбейтеміз. Сонда біздің кіші екі шаршымыздың ауданы 18 сантиметр квадратқа тең болып шығады. 7-ші есеп. Балабақшаға сыйлау үшін әр топқа 5 ертегі, 7 жануарлар туралы кітаптар және 20 бет белгі сатып алынды. Егер сыйлық 4 топқа жасалған болса, барлығы қанша сыйлық сатып алынды? Бұл есепте әуелі бір топқа арналған сыйлықтардың санын тауып аламыз, сосын 9 топқа көбейтеміз. 5 пен 7-нің және 20-ның қосындысы бізде 32 болады. 32-ні 9-ға көбейтеміз. Оны баған түріне көбейтіп көрейік. Екі жердегі 9-ым 18 бір ойда, 9 жерде 7-ім 27, ойдағымен 28. Сонда 9 топқа 288 сыйлық сатып алынады екен. 8-ші есепте кесте бойынша есеп құрастырамыз және оны шығарамыз. Балабақшаға 84 теңгеге, бағасы 44 теңге тұратын бірнеше дана қуыршақ және 87 теңгеге, бағасы 29 теңге тұратын бірнеше дана машина сатып алды. Сонда барлығы неше дана ойыншық сатып алынған? 84-ті 42-ге бөлеміз, сонда бізде қуыршақтың неше дана екені шығады. 87-ні 29-ға бөлеміз, машинаның неше дана екені шығады. Сосын екеуін қосамыз. Мына жерден 2, мына жерден 3 шығады. Сонда барлығы 5 ойыншық сатып алған. Видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз және қоңыраушаны басып қойыңыз.